Барлығын құрметті көрермендер, біз, яғни Көкшетау қаласы Әл-Фараби атындағы IT лицейінің нөмір 17 мектеп арасындағы оқушылар, жалпы қаламыздағы мектеп аралық оқушылардың арасындағы пікірсайыс қозғалысын дамыту ретінде осындай Lincoln Douglas атты челленджді бастадық. Яғни келесі кадрларда сіз нөмір 17 мектеп оқушысы Ұран Нұрай мен менің арамдағы дебат ойыны көретін боласыздар. Бұл ойын өте қызықты болады деген ойдамын. Сәлеметсіздер төрешімізді, көрермен қауым және менің қарсыласым. Енді бүгінгі ойынның тақырыбы бұл палата ақыл технологиясын қолдануға тыйым салады. Яғни қазіргі таңда менің сіздерге түсіндіретінім, бұл не себепті яғни менің палатам ақыл технологиясын қолдануға тыйым салады. Ең алдымен тоқталып кетейік. Ақыл технологиясы деген не? Бұл адамның қабылдаған шешімі қандай салдарға әкелуі мүмкін екенін жоғарғы ықтималдықпен көрсететін виртуалды әлем. Яғни бір құрылғыны аламыз, соған мен мысалға осындай шешім қабылдасам, ең соңында қандай нәтиже шығуы мүмкін дегенді тапсырма береміз де, ең соңында соған лайықты нәтиже аламыз. Енді бірінші аргументім, яғни тәуекел. Біз жаңағы виртуалды әлемде белгілі бір мысалы кодтармен беріледі ғой, сосын біз оған жазамыз. Мысалға мен бүгін мектепке барсам қалай болады деген. Ең соңында егер шешім шықса, сен бүгін бармай-ақ қой дегендей. Онда оның бізге несі пайдалы? Яғни біз әрбір қадамымызды жасаған сайын біз тәуекелге бел боламыз да, соған байланысты біз өзімізге тәжірибе аламыз. Яғни философиям тоқтайын. Уайым түбі теңіз, батасында кетесің, тәуекел түбі қайық, мінесінде кетесің. Яғни біз әр қадам сайын тәуекелге бел болып, оны біз өзіміз жетілдірген сайын ғана біз өзімізді тұлға ретінде дамытамыз. Егер виртуалды әлемде мысалға ойындағыдай болса, біз ойын ойнаған кезде бізде мысалға үш өмір болады, біреуінде өлесің, сосын тағы тірілесің, екіншісінде өлесің, тағы тірілесің, үшіншісінде бірақ өлесің. Соған байланысты егер бізде де сондай болса, егер виртуалды әлемге кіреміз, сол жерде белгілі бір жағдайды бастан кешіріп, сосын барып соған байланысты шешім қабылдасақ, онда оның несі бізге пайдалы. Біз уже оның ең соңында шешімі қандай болады, бұлайынан әрбір жерден кіріп, әрбір жерден шығып, сосын барып ең соңында не болатын біз өзімізді ұқпай қаламыз. Егер де біз шын өмірде бірден өзіміз жасағымыз келген іс-әрекет жасасақ, қате болса жақсы қате, біз өзімізге тәжірибе аламыз. Дұрыс болса біз өзіміздің қаншалықты білімді екеніміз, немесе қаншалықты өмірде шешім қабылдай алатынымызды көрсетеміз. Екінші аргументім деградация, яғни ол не екеніне тоқталып кетейін, бұл біртіндеп нашарлау. Егер де адам бойынша алатын болсақ, адам біртіндеп сана сезімі төмендейді. Яғни адамның миы біз білеміз, кедір-бұдыр әрбір жерлері әртүрлі. Егер виртуалды әлемде болған кезде біз әрбір жарайды мен өлем, былай нәрсе салам, жарайды мен бүйте салам деген болса, біздің миымыз тік болады, яғни плоский дейміз ғой, жер секілді. Одан біздің санамыз төмендейді. Және де біз өзімізге деген жауапкершілікті сезбейміз. Яғни біз өмірде болған кезде біздің арқамызда жүк болады. Қазір егер мен бұлайна жасайтын болсам, мысалы мен мектепке бармасам, мен білім алмаймын. Мен білім алмасам, болашақта мен жағдайым төмен болады дегенде бізде болашаққа деген бір ой болады, өзімізде жауапкершілік болады. А егер виртуалды әлемде болса, так, мен бүгін мектепке бармасам, бармаудың қандай себептерін алуға болады дегенде. Ауырып қалдым, мен бір жағынан жоқ, мына жақта справканы мысалы ұстап алу мүмкін. Мысалы бір жағынан, мен бір жаққа қатысамын деп өтірік айта саламын. Ол кезде біз жауапкершілігіміз де төмендейді, және де өзіміздің де тұлға болуымызды нашарлайды. Одан кейін біздің қарсылас тарабын мүмкін айту мүмкін. Виртуалды әлемде біз, яғни былай айтайықшы, виртуалды әлемде бізге анда әртүрлі құрылғылар керек, интернет желісі керек, компьютер керек. Тағы да ол бүкіл жалпы құралды жасау үшін бізге IT мамандары керек, кодты жазатын. Мүмкін код жазғанда бір қателік кетуі мүмкін. Интернет істемей қалуы мүмкін. Құралдарымыз сынып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда біздің жаңағы құралдарға деген тәуелдігіміз болады. Біз өзіміз шешім қабылдай алмаған. Біз өмір бақи сол бойынша шешім қабылдасақ, бізге өзіміз жеке басымызбен не істейтінімізді 30 секунд. Өзіміз не істейтінімізді білмеймізді, жаңа құралдар сынған кезде өзіміз соған тәуелді боламыз. Жақсы. Жаңа сөз үшін көп рахмет. Келесі сіздің ойыңызша келесі жақын 100 жылда дүниежүзілік соғыс басталуы мүмкін дейді. Егер де мысалға алатын болсақ, ақыл технологиясын
алдағы 100 жылда, 100 жылды білмеймін, мысалға 20 жылда мүмкін емес. 100 жылды білмеймін. Егер 100 жылды былай қарайықшы. жоқ. Егер де адамдар бейбіт болса. Көптен көп рахмет, құрметті төреші мырза. Жалпы кішкене интерактивтан бастайтын болатын болсақ, бізде Ленин ханым сұраққа жауап береді. Мен сұрақ қандай болды? Алдағы 100 жылда дүниежүзілік соғыс басталып кетуі мүмкін бе? Ленин ханым жауабы ол жоқ. Бірақ та ол кісі өз сөзінде де егер де дейді, мысалы, Ресейдің басшылығы осы ақыл виртуалды несіне жазып айтады, сұраса, мысалы, виртуалды қалай ақыл технологияны сұрайды, мысалы, Ресей, мен ядролық бомбаны Украинаға лақтырсам, қанша күнде жеңемін деп. О, жазып береді, 2 күнде жеңесің. Все, Ресей алып соғыс бастап кетеді, и дүниежүзілік соғыс басталады. Бұл абсурд нәрсе ғой, құрметті төреші, былай қарайтын болсақ. Қараңызшы, бүкіл әлемнің, яғни үлкен Ресей Федерация сияқты держава, бүкіл там ақш сияқты державалар, бүкілінде, қандай елдерде ядролық бомба бар, сол державалар соғыстың басталуын, соғысты какой-то бір ақыл технологиясының ойына беріп, мысалы, ақыл технология айтады, соғыс бастаңдар, сен 2 күннен кейін жеңесіңдер деп. Сол үлкен Ресей Федерациясы ақш, ақыл айтты, давай соғыс бастайық, бомбаны лақтырсақ деп айтады ма? Жоқ. Себебі қазіргі таңда миллиондаған ғалымдар бар, миллиондаған политиктер бар. Олардың ынтымақтастық, бейбітшілік, дипломатиялық жүйелер бар. Яғни соғыс ол басталмайды. Себебі ядролық бомба ол күш көрсетудің мақсаты емес, ол элемент сдерживания. Яғни осы ядролық бомба арқылы қазіргі таңда дүниежүзілік соғыс басталмай тұр. Және де осы үлкен державалардың басшылары соғыс сияқты үлкен қатерлі нәрсені какой-то бір ақыл технологиясына сұрақ қоймайды. Бұл бір. Екіншіден, мысалға дейді, адам дейді, тамақ ішті дейді, бір ауырып қалуы мүмкін, бірақ өліп кетпейді ғой деген идея келді да. Ол тағы да бір абсурдты идея. Бірақ адам тамақ ішіп өліп кетуі қалай мүмкін емес? Ол өліп кетуі мүмкін. Егер де адам тамағына мысалы у қосылса, немесе адам тамағына тағы да басқа бір пойсын деген мысалға элементтер қосса, яғни удың элементтері қосса, қалай адам өліп кетпейді? Бұл адам өліп кетеді. Яғни тәуекел бар, тәуекел 100% бар. Келесі, енді өзіміздің аргументтерге келетін болса, мен қанша уақытым қалды? 1 минутым қалды ма? Жақсы. Өзіміздің аргументтер, қарсыластырып өзінің екінші аргумент стагнация, яғни деградация туралы аргументін өкінішке орай қолдап кеткен жоқ. Өзінің екінші сөзінде, ал мен өзімнің үш аргументімді қолдап айтып өткім келеді. Яғни бірінші аргументіміз болды, яғни ол машинаның адам қателігінің жоқтығы, яғни қарсылас тараптың өзі айтты, адам қателесуі мүмкін деді. Яғни бұл дегеніміз біздің тараппен қандай да бір ұқсастық бар. Яғни адам әрқашан қателеседі. Ал осы виртуалды ойын арқылы, виртуалды ойын толықтай 100% шешіп береді. Все, сен қателеспейсің деген нәрсені айтып береді. Мысалға, сен осындай нәрседе сенің шешімің дұрыс деген нәрсе. Яғни бұл жерде адамның қателесуі болмайды. Екінші аргумент ол уақыт, яғни виртуалды ойын болсын, тағы да болсын, олай 24-те жетіден айтып кеттім. Және де үшінші ол эмоцияның жоқтығы. Сонымен мен өзім сөзімді аяқтаймын. Көптен көп рахмет. Анализдің бөліміне қош келдіңіздер. Енді 1 минутымды қарсылыққа назар. Айтасыз, ядролық қару бұл әлем бойынша тепе-теңдікті ұстау құралы дейсіз. Онда егер де бұл тепе-теңдікті ұстау құралы болса, онда неге Ресей Украинаға жаңағы шабуыл жасады дейікші. Егер де бұл тепе-теңдік құралы болса, әрине де бұл жерді басып алу, әрі қарай бұл политикаға кетеді. Жақсы. Одан кейін жақсы анализ жасайықшы. Бүгінгі ойында не болды? Яғни тақырып бұл бізде ақыл технологиясын қолдануға тыйым салады. Яғни адамның шешімі қаншалықты дұрыс немесе бұрыс болатынын көрсететін виртуалды әлем. Яғни бүгінгі ойында мен не көрсеттім? Бірінші философияны айтып кеттім. Уайым түбі теңіз, батасында кетесің, тәуекел түбі қайық, мінесінде кетесің. Бірінші аргументіме
дәл келіп тұрған секілді өзім айтып кеткендей тәуекел, яғни менің айтып отырғаным бұл тәуекелдегі адам үшін өмірде өзі бір қателік жасайды, немесе қадам жасағанда ол сол бойынша өзінің өмірлік бір сабақ алады, иә. Екінші деградация, яғни адам жаңағы ақыл технологиясына бір жалпы технология емес, бір адамға көмектесетін, жаңағы Алиса айтыңыз, Google айтыңыз, оның барлық адамға көмектесетін. Бірақ та біз бүгінгі айтып отырған ақыл технологиясы бұл адам үшін шешім қабылдайтын, яғни оның болашағы қандай екенін көрсететін виртуалды әлем. Және соның кесірінен адам біртіндеп даму үдерісі тоқталады дегенмен келтіріп тұрмын. Жалпы бүгінгі ойын жақсы өтті деген ойдамын. Рахмет. Жақсы, жанды сөз көптеген рахмет.